Hello, dear student. How are you today? Open your book, page 70. Fantasy or Reality, Unit 6. You should read this text and do exercise from 1 to 6. Сәлем, құрметті оқушы. Бүгін фантазиялық әлем бөлімі 6-шы бөліміне қош келдің. Тағы да екінші сабағымыз фантазия ма әлде шындық па дейді. Бұл мәтін бізде Хоббит, Властелин колец, сол жайлы мәтін, және де астындағы төмендегі сұрақтар, тапсырмалар осы мәтінге байланысты берілген. Сол себептен бірінші біз мәтінді жақсылап тұрып аударып аламыз. Міне мәтінді аударып қойдым. Ақ жолақшаның астында магазиндер, ресторандар деген сөз. Скринға түсіріп алыңдар, артынан өздерін жақсылап оқып алып шығасыңдар. Let's do other exercises. Exercise number 1. Look at the photos and the title. What can you see? Do you think these are real places or from a film? Суреттерге қараңдар дейді. Мында 3 сурет тұр, және оның тақырыбына қара. Fantasy or reality деген тақырып, оның тақырыбы фантазия немесе шындық деп тұр. Одан не көріп тұрсыңдар сендер суреттен? Сендер ойлайсыңдар ма, бұл жай ғана макет немесе шындық па деп ойлайсыңдар ма дейді. Мен жазып қойдым: I can see a town, Hobbit's village and an ancient castle. Мен бұдан қаланы көріп тұрмын, Hobbits ауылын көріп тұрмын, және де көне қамалды көріп тұрмын. I think a town and a village are markets from film. Менің ойымша қала мен жаңағы ауыл, Hobbits'ның ауылы, ол кинодан алынған макеттер. Ал ескі қамал ол шын орын, шын жер. It is Saint Michael. There are shops, restaurants, hotels and 4 museums. Мен бағана мәтінді оқып алғандықтан, біліп тұрғандықтан бұл жерге жазып қойған болатынмын. Қасиетті Майкл деген жер бұл, онда магазиндер, ресторандар, отельдер және 4 музей бар деп жазып қойдым. Себебі мен текст оқып алдым ғой. Ал енді мына екінші тапсырмаға келсек, екінші тапсырмада айтады: сен мына текстті оқ, жаңағы айтқан сөздерін сәйкес келе ме, тексеріп көр деп тұр. Әрине сәйкес келеді. Мен текстті оқып алғандықтан, мен тура текстте бар сөздерді жазып қойдым. Үшінші тапсырманы орындаймыз. Are the sentences true or false? Correct the false sentences дейді. Бұл шын ба әлде жалған ба дейді. Соны егер жалған болса, бұны түзетіп айт дейді. The film team created new towns for the films дейді. It's true дейді. Осы команда дейді, кино түсіретін команда жаңадан қала салды дейді, осы кино үшін дейді. True ғой, расымен де true. Шынымен қала салды олар. It isn't possible to visit any towns from the film The Lord of the Rings. Осы кинодағы дейді, Властелин колец киносындағы қалаларға дейді, бара алмайсың дейді, бұл жерін ешқайсына бара алмайсың дейді. False, бара аласың ғой бұнда. You can visit Hobbits, мына Hobbits'ның ауылына бара аласың, және де Minas Tirith, мына қамалға бара аласың. Minas Tirith and Mount Saint Michael both have a church at the top дейді. Бұлар екеуінде де бас жағында неме бар дейді. Шіркеу, орыстардың сыйынатын жері бар ғой, шіркеу бар дейді. Бұрын болған енді. Жақта мына жерде бар деп тұр. Негізінде болған. Minas Tirith. Бұл false болып кетеді, балар. Мына жер false деп жазсаңдаршы. False бұл да қазір жоқ қой, бұрын болған. Сондықтан false. Келесі false, бірақ та қазір жоқ деп айту керек бұл жерде. But today there isn't any church деп айта салуға болады. Қазір онда ешқандай да шіркеу жоқ. Mount Saint Michael's has lots of places for tourists. Жаңағы қасиетті Майклдың шіркеуіне көптеген адамдар келеді дейді. Расымен де келеді. True, it's true. Let's do exercise 4. Төртінші жаттығу. Бұнда синонимдар, табасындар. Синоним. Very big'ті enormous деп айтады. Өте үлкен, ол enormous деген огромный деген сөз. Very small, өте кішкентайды tiny дейді. Tiny деген сөз крошечный деген сөз. Very good, өте жақсы деген fantastic дейді. Фантастикалық деп айтады бұнда. Very old, өте ескі, көне деген нәрсені ancient дейді. Ancient деп айтамыз. Осы сөздер жаттап алыңдар балалар. Синоним сөздер өте қажет. Let's do exercise 5. Бесінші жаттығуда.
мына басқа бұл текстқа мүлдем қатысы жоқ сөйлемдер, жаңағы сөздерді қоямыз. There is an ancient castle in my town дейді. Менің қаламда өте көне қамал бар. Келесі, the new skate park is жаңадан ашылған скейт паркі, сырғанайтын парк is fantastic деп айтса болады да, өте әдемі. We love it, біз барлығымыз оны жақсы көреміз дейді. The new sports stadium is enormous. Жаңадан салынған спорт стадионы өте үлкен. It can hold 80,000 people. Оған 80 мың адам сыяды деген сөз. The houses in the old town are tiny. Кішкентай ескі қаланың үйлері өте кішкентай. In the new town дейді. Ал жаңа қалада they are much bigger. Біраз үлкенірек олардан дейді. Осы 4 сөзді қойдым, жаттап аламыз. Do exercise 6, 6 жаттығу. Өзінің досымен жұмыс жаса. Ask and answer the question. Сұрақтарға жауап бер дейді. What historic places are there for tourists to visit in your country? Сенің елінде қандай исторический жерлер бар дейді. Тарихи жерлер бар, туристар келетіндей дейді. Келесі, how old are they? Оның жасы нешеде олардың дейді. How often do you go there? Сен оған барасың ба дейді ол жерлерге. Мен Түркістан қаласын жаздым. We have an ancient city Түркістан. Бізде көне қала Түркістан бар. There are some fantastic places. Біраз өте керемет жерлер бар. You can float with boat on the river. Сен онда бір жаңадан ашылып еді ғой, бір жер, қайыққа отырып өзенде жүзетін, солай жүзе аласың. You can see an ancient houses. Көне үйлерді көре аласың. There is Қожа Ахмет Яссауи castle, Яссауидің мұнарасы, мазары бар. And other saint places, басқа да қасиетті жерлер бар. Tourists come to these places every year. Туристар жыл сайын келеді. Түркістан in 16-18th century was a political center. 16-18 ғасырда бұл саяси орталық болған Қазақстаннан. I have never been there. Мен онда ешқашан болған жоқпын. Ал егер болсаңдар, I have been there деп айтасыңдар. Never деген сөзді алып тастайсыңдар. Осымен сабағымыз аяқталды. Тіркеліп, бөлісіп, лайк басып, комментарий жазып кетіңдер. Міндетті түрде жауап беремін.